Қайырлы күн. Полиция қызметі жылдың қай кезеңде болмасын ыстық суыққа қарамай елдің тыныштығын күзетуде аянбай еңбек етуде. Осы қызметтің қиындығында жүрген полиция қызметінің ата-аналарына қаншалықты жиі қоңырау шалады екен. Ендеше барлығымыз бірге бақылап көрейік. Кәнекей, кеттік. Сәлем, Айтгүл. Саламатсыз ба? Көңіл-күйің қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Ата-анаңа сен қаншалықты жиі қоңырау шаласың? Жиі емес. Ата-анаң сыртта тұрады, иә? Осы ретте қазір ата-анаң хабарласып, өзіңнің қалай жақсы көретіндігің жайлы айтсаң. Хабарласып, динамикке қойсаң. Алло, мама, қалайсың? Қалайсың? Жақсы, шүкір, не істеп жатсың? Ой, жатырмыз өйтіп, демалыстың. Не істеп отырсың? Жұмыстамын? Жұмыстасың ба? Не жаңалық, машыққа бәрі тешіп әйтеуір. Қандай бәрі жақсы. Мама, мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем, құдай жөнім. Саған қалдың қызым кетен бір сапарым, жатады шығар. Мен де сені сағындым. Мен де сені сағындым. Мен де сені сағындым. Айттым барам бұйырса 15 күні ба. Алла бұйырса. Бүгін билетке баратжарым. Мама, Алло. мен сізді жақсы көрем. Өзіңді де жақсы көрем, жаным. Басқа өздеріңіз тыныш па? Тыныш, не болды? Тыныштық, просто звондап атқаным ғой. Жақсы көрем. Сізді Жақсы жақсы көрем деп звондап атқаным ғой. Жаным, мен де сені жақсы көрем, көкем. Не ғой, әрікке келесің ба, көкем? Құдай қаласа, аманшылық болса шығар. Ай, жаным. Аха, жақсы. Алло, Алло. қалай жағдайыңыз? Жақсы, шүкір, өзің қойып барам. Шүкір, жақсы. Мен сізді жақсы көрем. Шайында, мен де сені қатты жақсы көрем. Мағыл мәселеміз ғой. Ау. Маған... Алло. Мен сендерді жақсы көрем, папа екеуіңді. Неге? Неге дейді? Осы кезде жақсы көретіндігімді айтайын деп, білдірейін деп звондап тұрмын. Мені осылай өмірге келіп, осылай тәрбиелегендері үшін, осы өмірдің бар қызығын жұрттан кем қылмай көрсетіп, үйреткендеріңіз үшін, жұрттан кем қылмағандарыңыз үшін алғысымды айтайын деп хабарласып тұрмын. Саған да рахмет айтты. Тамаша, ақылды қылып, парасаттылы өскені үшін. Күліп жатыр. Папа көңілі осы постоянно кішкене бірдеңе айтсаң жылап қалады. Папаның көңілі бос дем постоянно жылап қалады дем, жақсы көретіндікті айтса болды. Сізге рахмет айтайын деп едім. Осы дүниеге алып келген үшін көп рахмет. Осылай өсіргеніңізге, осындай аман есен оқу бітіріп, осы дәрежеге жеткен үшін рахмет айтқым келіп отыр сізге. Тыныш, мама. Сол сізді жақсы көрем, қатты. Ұзақ звондамай кетсем, ренжімеңіз, алдын ала кешірім сұраймын. Иә, жұмыста. Жақсы, сау болыңыз. Сонымен достар, ата-аналарыңызға жиі хабарласып тұрыңыздар, олар сіздерді күтеді. Ата-анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.